осындай уланудың алдын алу үшін болмаса сондай бір әлеуметтік желіде таратып жатқан видеолар болатын болса, мысалы сіз өз жұмысыңызда сондай нәрселер кездесе ма? Видеоларға не істейсіздер, қалай жұмыс жасайсыздар? Енді өз жұмысымызға келетін болсақ, бізде енді әлеуметтік желімен айналысамыз ғой, интернетпен. Бастапқыда біз енді арнайы интернет бөлімі болғаннан кейін қоғамда туындап жатқан осындай экстремистік, террористік әрекеттерге барып жатқан дүниелерді әлеуметтік желіде көптеп таралып жатқан, қандай бағытта таралып жатыр? Мәселен, радикализм, экстремизм немесе жаңағыдай дәстүрге қарсы осындай дүниелер шығып жататын болса, соған қарсы насихат жұмыстары мақсатында салт дәстүрге байланысты тақырыптарда ұлттық құндылықтарды дәріптейтін немесе жастарға қандай тақырып өзекті болып жатыр қоғамда, не іздеп жатыр, соны біз арнайы жаңағыдай базада көрсетіледі. Кімнің қандай мысалы осы оңтүстік Қазақстан деп айтайықшы, оңтүстік Қазақстанда қай өңірде қандай тақырыптар өзекті болып жатыр, жастар арасында қандай тақырып өзекті, салт дәстүр ма, немесе ұлттық құндылық па, немесе жаңағыдай экстремист террористік бағыттағы дүниелер оларға қызығушылық танытып жатыр ма, немесе қандай уағызшыларды көптеп тыңдайды, жаңағыдай сәләфизм дейміз, вахабизм дейміз, түрлі жаңағыдай хизбут тахир дейміз, осындай ағымдардағы уағызшыларды тыңдап жатыр ма, олардың ішінде қандайсысы қандай бағытта не жайлы айтып жатыр, жаңағыдай мәселен бізде мынау туындап жатыр ғой, Израиль мен Палестинаның арасындағы мәселелер, соны ары қарай дінмен байланыстырып жібереді. Сондай мәселелерде осындай қоғамда резонанс тудырмау мақсатында осылай қарсы насихат жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Сонымен қатар жаңағыдай әлеуметтік желіде кейбір кісілер болады, жаңағыдай осындай экстремистік терроризмге байланысты түрлі діни материалдар өздерінің страницасында жариялап жатады. Оларды міндетті түрде бақылауға аламыз. Оларды жаңағыдай түрлі алдын ала енді бірден жаңағыдай әкімшілік құқық бұзушылық немесе қылмыстық кодекспен бірден соттап жіберу деген нәрсе болмайды. Арнайы процестен өтеді. Алғашқыда жаңағыдай кішігірім хабарламалар жіберу арқылы ескерту хабарламалар деп жатамыз. Сіз осындай мәліметтерді әлеуметтік желіде жариялап жатыр екенсіз, немесе осындай дүниелерге, осындай аккаунттарға тіркелген екенсіз, осылардан мүмкіндігінше шығып кетіңіз деген секілді. Енді көпшілігінде жаңағыдай келісіп жатады, немесе кейбіреулер қарсы шығып жатады деген мәселелер туындап жатады ғой. Сол кезде одан кейін жаңағыдай өзекті болып қарсылық танытып, жаңағыдай қарсылық білдіріп жатқан кезінде, ол кезде жаңағыдай әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 490 бабы бар, немесе 453 бап деп жатамыз. Сол баптар арқылы жаңағыдай істеген әрекеттеріне қарай айыппұл немесе қылмыстық кодекске алып баратын болса, жаңа 256 бап дейміз, немесе 174 бап діни, ұлтаралық, руаралық алауыздықтар қоздыратын түрлі материалдар жүктеп жататын болса, ол кезде қылмыстық кодекске дейін алып барып, ары қарай 3 жыл, 7 жыл немесе одан да көп жылдарға бас бостандығынан айыруға дейін алып баратын дүниелер кездесіп жатады. Енді мәселен осы Түркістан облысы деп айтамыз, соның ішінде Сайрам елді мекені дейміз ғой, Сайрам ауданы өз алдына. Осы жерде енді түрлі өзбек этнос өкілдері көптеп шоғырланған өңір. Осы өңірде жаңағыдай енді түрлі уағызшыларды жаңағыдай басым көпшілік тыңдап жатады. Соларға да қарсы насихат жұмыстары мақсатында арнайы бейнероликтер дайындап, немесе түрлі инфографика деп жатамыз, осындай дүниелерді дайындап, қарсы насихат мақсатында осыларға материалдар дайындап, арнайы жаңағыдай. Мысалы қай тілде дайындайсыздар оны? Орысша ма, қазақша ма? Енді бұл жерде басым көпшілік өзбек тілді болғаннан кейін өзбек тілінде материалдар дайындауға тырысамыз. Видеолар, сондай видео материалдар.